Рамазан Құран айы. Ал Құран дегеніміз не? Құран дегеніміз бақытты өмірді, дұрыс өмірді қалай сүру керек екендігін көрсететін Алланың сөзі. Құран басталған кезде Бақара сүресінде Алла Тағала айтады, бұл тақуалар үшін тура жол дейді. Яғни сіз Құдайдан қорқатын болсаңыз, ол сізге қалай жүру керек екендігін көрсететін, былайша айтқан кезде өмірлік тугис қой. Тугис көшедегі жолды көрсететін болса, Құран сізге өмірлік жолыңызды, дұрыс жолыңызды көрсетеді. Сондай-ақ Құран әлемдегі ең үздік бестселлер. Бестселлер деген ең көп оқылатын кітап болатын болса, 14 ғасыр бойы Құраннан көп оқылып жатқан бірде-бір кітап жоқ. Сондай-ақ есіңізге сақтаңыз. Құранды оқып, оған амал етіп жүрген адамдардың ішінде бірде-бір бақытсыз адам жоқ. Ал бақытсыз адамдардың ішінде Құранды оқып, оған амал етіп жүрген бірде-біреуі жоқ. Сондықтан сіз де Құранды оқып, оған амал етіп, шынайы бақыт